Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осы Pinduoduo сайтынан тауарларға корзина арқылы оптом тапсырыс беру және тауардың түсін таңдау, размерін таңдау, сол жайында айтамын. Pinduoduo сайтына кіреміз. Қазір. Мысал үшін қазір мына куртканы алайық. Қазір бұл жерде ешқандай скидка болып тұрған жоқ. Скидка болып жатқанды қайдан білеміз? Қазір қараңыздар. Қазір көрейік. Мына курткаға мысал үшін скидка болып жатыр екен қазір. Көрдіңіздер, мынандай ойнап тұр. Егер осындай ойнап тұрса, значит осыларға скидка болып жатыр деген сөз. Осыған кіреміз. Міне көрдіңіздер, мына жерде санап жатыр. Көрдіңіздер, мына жерде скидка болып жатқан болса, мындай санайды міне. Енді осы куртканың түстерін таңдау керек болады. Мысалы, сатып алу дегенді басамыз. Мынаны кез келген куртка болсын, киім болсын, кез келген соның түсін таңдап, бірнешеуін алу керек болады да бізге. Сол кезде бірінші қара түсін таңдаймыз. Осы түстерін алу керек бізге. Әр қайсынан бір-бірден алғыңыз келсе. Оның үшін қазір артта айтамыз да, мына жерде корзинаға салып аламыз, жүрекшеге. Осыны басамыз. Корзинаға салынды уже. Қазір артқа қайтамыз, тағы скидка болып жатқан тауарларды көреміз. Міне мына курткада да скидка болып жатыр екен, көрдіңіздер ме? Міне қызыл ойнап тұр. Осыны басамыз. Міне басқан кезде осы жерде осында қазір корзинаға салып қоямыз. Жүрекшені бассақ корзинаға салынады. Артқа қайтамыз. Енді жаңағы корзинаға салынған заттарды көреміз. Оның үшін мынаны басамыз. Мына смайлик бар, осыны басамыз. Содан кейін барып, мына жерде жүрекшені, яғни корзинада тұрған заттарды басамыз. Міне, және де біз корзинаға салған заттар осылар. Енді осылардың түстерін таңдаймыз. Мысал үшін және мына екеуінде скидка болып жатыр дедім да, міне скидка болып жатыр мыналарда. Мынада скидка жоқ бірақ. Көрдіңіздер ме? Ешқандай жазу ештеңе жоқ. Мынада скидка жоқ. Мынада да скидка жоқ. Көрдіңіздер ме? Скидка жоқ бұда. Ал мынада скидка бар екен, міне. Мынада скидка болып жатыр екен. Енді қалай таңдаймыз, оптым. Мысал үшін қазір мына куртканы таңдап көрейік. Мынаны басамыз. Басқан кезде осындай шығады. Мысалы осыдан, мына қара курткадан, мына XL-дан 3 штук заказ, 4 штук, 5 штук заказ берейік. Мысалы, 5 штук заказ береміз. Қараңыз жерде 42,88 юань. Негізде 45,88 юаньмен сатылып жатыр екен да, скидкамен 42,88 юань. Осыдан 2 штук дейік. 84,18 юань болды. Болды, окей деп басамыз. Болды, енді осы қара түсінен біз 2-3 штук тапсырыс бере аламыз. Енді қараңыз, енді мына жерде мынаны көрдіңіздер, мына плюсик тұр. Осыны бассақ, тағы басқа түсін таңдай аласыз осы жерде. Басамыз. Және де біз қарасын таңдадық, енді мына сорт түсін таңдайға. Бұдан XL қалмапты, жай ғана L-дан 2 деп таңдап көрейік. Міне 2. Міне көрдіңіздер, ол енді мынаны басамыз. Міне көрдіңіздер, мына жерде 2 баға тұр, мынадан 2, қарасынан, жаңа сорт түсінен 2 тапсырыс бердік. Егер сіз тағы басқа түстерін тапсырыс бергіңіз келсе, мына плюсикті басасыздар. Яғни мынаны басып, тағы добавить ете бересіздер. В общем, енді бұл товар белгілеп қойдық. Енді мына жерде көрдіңіздер, мына астында, ең астында
яғни қазір қанша скидка болғанын көреміз осы товарға. Мына жерде міне көрдіңіздер, мына жерде ең астында мына жерде осыны басамыз. Міне берген кезде біздің сатып алайын деп жатқан товарымыз, яғни қанша штук, қандай размер, бәрі көрініп тұр, көрдіңіздер ме? Мына жерде бәрі көрініп тұр, көрдіңіздер ме? XL деген размер, 2 штук, бағасы, бұл скидкасыз бағасы. Мынау скидкамен бағасы 85-68 деген. Мынау скидка жоқ кездегі, мынау скидкамен бағасы. Енді мына жерді көріңіздер, жалпы бағасы 183,52 юан болды. Ал бізге скидка жасап тұр, олар 9-17 юан. Көрдіңіздер? Міне осылай скидкамен бір магазиннен бірнеше товар алуға болады. Мына кнопканы басып, ары қарай төлей берсеңіздер болады. Мысалы, мына басайын қазір. Бәрі шығып тұр. Осы жерде де мысалы үшін количествосы тұр ғой, осыларды өзгертсеңіз болады. Міне көрдіңіздер? Скидка беріп тұрған несі? Мынау купон екен. Купондардың несі, купон қолдануға осы магазин беріп тұрған. Енді қараңыздар, енді қызылды басамыз. Қызылды басамыз. Мына жерде төлем паролін сұрайды. Міне осы төлем паролін терместен бұрын осы жерде толық бағасы шығады. Яғни бұл жерде міне комиссиясы банктың ұстайтын, яғни банк картасын қолданғанымыз үшін, міне товардың өзінің бағасы. Сонымен ол жалпы бағасы 176,49 юан. Мына осы жерге келген кезде, егер сіз толық бағасын білгіңіз келсе, осы жерге алып келесіз, болды. Егер ары қарай алатын болсаңыз, төлем паролін енгізіп сатып ала берсеңіз болады. Егер алмайтын болсаңыз, онда просто мынаны басып артқа қайтып кетесіздер. Мен қазір сатып алмаймын, сосын артқа қайтып кетемін. Түсіндіңіздер ғой? Енді мына аяқ киімді көрейік. Бұл енді қазір скидкасыз бұл. Осыны басамыз, таңдаймыз. Мысалы үшін маған қара түсі 41 размер. 2 штук. Өкей деп басамыз. Көрдіңіздер, мына жерде белгіленді бәрі. 2 штук деп тұр. Енді тағы басқа түстен алғымыз келеді біздің. Қара түстен ба, енді мына түстен алайық, жасыл түстен. 41, 2 штук. 2 штук бастық. Қызылды басамыз. Мына уже менде давать етілді, көрдіңіздер? 2 размер, 2 өйден, 1 размерден, әр түрлі түстен. Тағы басқа түстерін алғыңыз келсе, мына плюсті басып давать ете бересіздер. Енді қараңыз, бұл жерде скидка бар ма, жоқ па, қазір көрейік. Мынаны басамыз. Мына жерде купон шығып тұр, көрдіңіздер ме? Мына жерде купонның скидкасы шығып тұр. Бағасының өзі, толық бағасы. Мына жерде минус купонның несі. Осы магазин беріп жатқан купонның скидкасы десеуге де болады, жеңілдігі десеуге де болады. Жалпы бағасы 82,08 юан. Қазір төлем дегенді басамыз. Жалпы қанша болады екен көрейік. 82,8. Міне 82,8 немен қосылып, банк комиссиясымен қосылып 84,54 юан болды. Бұл осылай оптом сатып ала берсеңіздер болады товарды. Кез келген товарды солай неше түрлі түстерін таңдап, бірден заказ беріп алсаңыздар болады. Ең басты сол мән беретін жер, осы скидкамен болып жатқан болса, мынандай жанып тұрған болса товарларды, скидка болып жатыр деген сөз. Бірақ енді бұған да скидкаларға да бұл Pinduoduo сайтында қатты қызыға беруге де болмайды, өйткені кез келген осы Pinduoduoда сатып жатқан адамдар товарларын жаңағы сатқысы келеді. Сатқысы келіп, жаңағы скидка жасауы мүмкін, өтірік скидкалар. Сол өтірік скидкаларға алданып қалмаңыздар. Яғни оны қайдан білеміз десеңіздер, просто осы товардың фотосын алып, мысалы қараңыздар. Осы товардың фотосын алып, осы товардың фотосын алып, неден іздей саласыз.
осы Pinduoduo сайтынан іздейсіз, просто іздеп сол жақтан салыстырасыз бағасын. Өтірік скидка емес пе, әлде осы бағамен бірдей ме, әлде шынымен де арзан ба екен. Егер мынаның бағасы жоғары болып тұрып, ана жаңа іздеген кездегі тауарлардың басқа магазиндерде арзан болса, онда өтірік скидка деген сөз да. Солай оптом тапсырыс бере бересіздер. Сенімді қару компания керек болса, маған хабарласыңыздар WhatsApp-қа. Мен өзім тапсырыс беріп жүрген сенімді компанияның адресін беретін боламын. Сосын осы видеоны барынша WhatsApp группаларға, Telegram группаларға таратыңыздар. Pinduoduoдан жаңағы осы товар алдырып жүрген адамдар болса, бәрі көріп, біліп алсын, осындай ақпараттардан танысып алсын. Жақсы, аман сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарийға сұрақтар болса қойсаңыздар болады. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер.